Енді декретке шыққан аналар ерте жұмысқа шықса, жәрдемақылар міндетті түрде қайтару керек болады. Ал 14 жасқа толған балалар жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, ақша табуға мүмкіндігі бар. Өткен аптаның тақырыптарын бірге талқылайық. Алдымен декрет мәселесіне тоқталсақ, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ресми ақпараты бойынша 1,5 жасқа дейінгі баласы бар ата-аналар егер де ерте жұмысқа шықса, мемлекеттік органдарға 10 күн ішінде хабардар етуге міндетті. Егер де хабардар етпесе, прокуратураның тексерісіне ілініп, бала күтіміне байланысты алған артық ақшасын мемлекетке қайтаруы мүмкін. Министрліктің жазуынша, биылғы жылы осындай жағдайлар тіркелген екен, және бала күтіміне байланысты алған артық ақшасын мемлекетке қайтарған жағдайлар болған. Әлеуметтік кодекстің 84 бабы 2 тармағына сәйкес, бала күтіміне байланысты әлеуметтік төлемді баланың туу туралы куәлігінде көрсетілген туған күннен бастап есепке алынады. Яғни балалы болған кез келген ата-ана осы кодекс бойынша әлеуметтік тәуекел ретінде есептеліп, бала күтіміне байланысты төлем алуға құқылы. Ал ақпарат қайдан шығуы мүмкін? Ақпараттың тарауына сәуірдің басындағы орталық коммуникация қызметінде өткен әлеуметтік еңбек саласын цифрландыру брифингінде Бақтияр Базарбайұлының мәлімдемесі себеп болған екен. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі журналистің қойған сұрағына жауап бере келе, ерте жұмысқа шыққан аналардың мәселесіне қатысты нақты жауап бере алмаған. Ал 14 жасқа дейінгі балалардың ерте кәсіппен айналысу мәселесіне келетін болса, кәсіпкерлік кодекстің 36 бабының 1 тармағына сәйкес кәмелетке толмаған азаматтар жеке кәсіпкер ретінде тіркеле алады. Яғни ақпарат рас, бірақ мұндай ақпарат бұрын да болған. Неге екені белгісіз, қазір жиі тарап талқыға түсіп жатыр. Дегенмен заңда көрсетілгендей 14 жасқа толмаған азаматтар кәсіпкер ретінде тіркелу үшін заңда өкілінің рұқсаты болуы керек дейді. Ал егер ондай рұқсат болмаса, соның орнына ата-анасының неке туралы куәлігінің көшірмесі, қорғаншылық органның немесе соттың оны толық әрекетке қабілеттілік деп таныған туралы шешімі болу қажет. Бір қызығы, бұл нормалар бұрыннан да бар екен. Яғни 2026 жылы осы нормаларға ешқандай өзгеріс енгізілмеген. Ақпарат таратқан қазақша парақшалар енді тіркеледі деп жазса, орыс тіліндегі парақшалар тіркелуге рұқсат етілді деп таратып жатыр. Ал сіз бұл өзгеріс туралы не ойлайсыз?